Тақырып: Еуразиялық одақ, болашақтың стратегиясы, грамматикалық норма. Еуразиялық одақ бүгінгі күн мен болашақтың күрделі сынақтармен өлшенетін мега жоба. Ол қалыптасуы тарихтағы ең күшті жаһандық қаржы-экономикалық дағдарыстар ықпалымен басталған жаңа әлемдік архитектураның органикалық бөлшегі болудың барлық мүмкіндіктеріне ие. Бұл үшін еуразиялық интеграцияға қатысушылардың барлығында іс-қимылдың анық та нақты стратегиясы болуы қажет. Грамматикалық норма – тілдің грамматикалық амал-тәсілдерінің, тұлғаларының, құралу тәртібінің дағдыға айналған, кеңінен қолданылатын қалпы. Тілдегі бір ізге түскен грамматикалық тұлғалар мен амал-тәсілдердің дағдылы жұмсалу барысындағы мағынасы грамматикалық мағына деп аталады. Тақырыпқа арналған сұрақтар мен тапсырмалар. Бірінші тапсырма: дұрыс-бұрыс сөйлемді ажырату. Мұғалім 3 сөйлем оқиды, біреуінде норма бұзылған. Дескриптор: сөйлемді тыңдайды, нормасы бұзылған сөйлемді анықтайды, қателігін ауызша түсіндіреді. Екінші тапсырма: грамматикалық норманы түзету. Мысалы, одақ мемлекеттері ынтымақтасуын керек. Оқушы оны дұрыстап айтады. Дескриптор: қате сөз тіркесін тыңдайды, грамматикалық нормаға сай дұрыстайды, дұрыс құрылыммен айтады. Үшінші тапсырма: ауызша 3 сөйлем құру. Тақырып бойынша 3 дұрыс нормамен сөйлем айтады. Дескриптор: мағыналы 3 сөйлем айтады. Барлығында грамматикалық норма сақталады. Тақырыптан ауытқымайды.